Очень большое значение имеет раннее развитие ребенка с особыми образовательными потребностями. Чем раньше будет начата абилитация ребенка, тем успешнее будет его социализация, включение его в детский сад, в школьный процесс. Поэтому как только у ребенка обнаруживаются трудности в развитии, это может быть и в 3 месяца, и в 6 месяцев, родителям необходимо обратиться в поликлинику к невропатологу, а параллельно и в психолога, медико-педагогическую консультацию. Привет! Скажи привет. Смотри. Привет. Дай. Спасибо. Ты же. Привет. Давай, читай. Молодец. Внимательно читай. Читай. Пальчиком води. Пальчиком. Давай. Привет. Оказанием психолого-педагогической помощи семьям с детьми до 3 лет занимаются педагоги по раннему развитию. Это педагоги с базовым специальным образованием, владеющие современными подходами, методами работы с детьми раннего возраста. Потому что с малышами нужно использовать специальные технологии, программы, а также очень важно оказать помощь ребенку с учетом семейно-центрированного подхода, потому что первым учителем для ребенка является мама. Поэтому для эффективного развития ребенка раннего возраста помощь оказывается совместно педагог и мама. Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ. Здравствуйте, щечки, плюх-плюх-плюх. Собака! Ав-ав-ав. Вот пить, да, Да, собачки? накорми. А с той чашки тоже дай? Пить, да? Мне Пить. вот. Мы уже попили, дай нам кушать еще. Молодец. Да, я говорю, солнышко, солнышко, солнышко. Дождик пошел, прячутся собачки, собачки прячутся. Пять! Ура! Солнышко светит! Топ-топ! Ух ты! Пирамид, Кайса! Ерте жастағы балалардың дамуы эмоционалды коммуникативті қарым-қатынастан басталады. Ең алғашқы бала мен ата-ананың арасында қарым-қатынас осы эмоционалды коммуникативті ойындардан бастау алады. Яғни ол қарым-қатынастарды дамыту үшін біз бірнеше ойын түрлерін ұсына аламыз. Яғни жасырынбақ, қуырмаш ойыны, қуаласпашақ ойындары. Яғни балаға жасырынбақ ойынын ойнап қызған кезінде бала қайда деген сияқты эмоциясын көрсету арқылы баланың эмоциясы шығып, баланың дамуы пайда болады. Бағыттық әдістер мен ойындар баланың қажеттіліктерін ынталандыруға арналған жаттығуларды ұсынамыз. Ең алғашқы бұл танымдық үрдістер баланың сөздік түсінігінің кеңеюіне алып келеді. Яғни бұл жаттығуларға лексикалық тақырыптар бойынша жаттығуларды, ойын түрлерін ұсына аламыз. Ол тақырыптар ыдыс-аяқ, киім-кешек, үй жануарлары, түстер, пішіндер деген сияқты тақырыптарды қамтамасыз етеді. Яғни бұл жерде баланың сөздік түсінігімен қатар есту қабілеті, сөйлеу тілінің және көріп қабылдауын дамытуға арналған ойын түрлері болып табылады. Яғни үй жануарлары болсын, түстер болсын, жемістер болсын, киім-кешектер болсын, бала ол ойыншықтарды ұстап және суреттермен сәйкестендіруге бағытталған ойындар болуы мүмкін. Одан кейін бала
көріп қабылдап, яғни сәйкестендіргеннен кейін таңдау бойынша ұсыным жасауға болады. Балаға ол қызықты әрі көңілді болып келеді. Біздің елімізде ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған мемлекеттік қолдау жүйесі бар. Яғни қазіргі таңда осы ерекше білім алатын балаларға арналған 208 түзету кабинеті және де 13 оңалту орталықтары бар. Бұл орталықтарда арнайы мамандар балаларға көмек көрсетеді. Сонымен қатар осы көмек көрсетілген көмектің сапалы болуы үшін біздің орталықта Ерсарина Әлия Қасымхановна ұсынған арнайы әдістемелік жинақ жасалынды. Бұл жинақта балалармен жұмыс жасау барысында оң нәтижеге жеткізу үшін, жақсы нәтиже көрсету үшін заманауи әдіс тәсілдерді қолданылатын кеңестер берілген. Олар логарифмикалық ойындар, эмоционалды ойын түрлері, глобалды оқыту және де сенсомоторлы ойындар болып табылады. Яғни осы кешенді әдіс тәсілдер заманауи технологияға негізделген ойын түрлерін біз баланың ерте жаста ұсынған өте маңызды. Себебі ерте жаста баланың миының дамуы өте сезімтал, бала тез қабылдағыш, сенситивті кезеңде болады. Мынау қайсы? Жарайды, мынау ма? Жақсы, мынамен ойнаймыз. Қалай ойнаймыз? Әкеліңіз. Ойнашы, дауылпазбен ойнашы. 1, 2, 3, күт. 1, 2, 3. Енді сен дейін ойнайды ма? Шапалақтаңыз бірге шапалақтаңыз өзіңіз шапалақтаңыз. Ойнашы.